2018 жылы сәуірдің 21 жұлдызы күні физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі шаңырағында көптен күткен әз Наурыз мейрамы жоғары деңгейде өтті. Бұл мерекеге мектепшілік ұжымның әрбір мүшесі өз үлесін қоса білді. Мектеп оқушылары өнерлерін көрсетіп, келген қонақтар мен көрермендерді тәнтті етті. Бүгін біздің мектебімізде ақ түйенің қарны жарылған ұлан асар той, көктемнің жайма шуақ ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі тойлануда. Бүгінгі мерекеге жиналған қауым думанды концерт көріп керемет көңіл көтеруде. Сәлеметсіз бе, бүгінгі ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Және бүгінгі мерекеде айтар тілегіңіз? Ақ мол болсын. Осы қазағымыздың барлық жақсылық осы қазақ ұлтына болсын. Дастарханымыз мол болсын. Істеген істеріміз алға бассын. Енді жалпы осы жерде біз 12-ші Е сыныбының оқушыларын барлығы жоғарғы оқу орындарына түсіп, шетелдің гранттарын ұтып, ұлтына, еліне қызмет ететін азаматтар болсын. Күй ойнай бастаса, қырдағы ойдағысы тегіс жиналып, 8-жегі баладан 80-жегі қартқа дейін жиналып тыңдайды емес пе? Дұрыс айтасың, иә. Бара-бара не болса да қос ішектің бірін қақты, бірін сәл-пәл кем бұра. Нағыз қазақ, қазақ емес. Нағыз қазақ, домбыра. Ал енді Алаш шаңырағының тілегін естіп көрейік. Бізге қош келдіңіздер біздің шаңыраққа. Біздің шаңырағымыз Алаш. Бізде 8-ші Л, 11-ші С, 11-ші Ф класстарының ата-аналарымыз. Берекелі болсын, келе жатқан жылымыз ақ мол болсын. Осындай кең дастарханда кездесіп, балаларымыз үлкен жетістіктерге жете берсін. Әумин десең бата берейін, жақсылықты терейін, ойым қайғы жоқ болсын, қуаныштарың көп болсын. Әумин. Айналайын қарағым, айдана қағағым, шағанайын Құттықтау сөзге Алматы қаласының физика-математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Бак Олег Владимировичті шақырамыз. Қайырлы таң. Құрметті ата-аналар, құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, оқушылар. Наурыз мейрамыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Қасың қара шашыңыз, майда қоңыр шайдарлы мінезіңіз ай. Қыз қасың қара шашыңыз, майда қоңыр шайдарлы мінезіңіз ай. Наурыз бенен ұласып көктем жеткен, үлкен кіші көңілін көк көрлеткен. Наурызым құтты болсын, елге, жерге! Сонымен қатар, әр шаңырақ өздерінің қазақы дастархандарын жайып, ұлттық нақыштағы киімдерін киіп, өткенді еске алып, тоғызқұмалақ, кәлде, арқан тартыс сынды ұлттық ойындар бой көрсетті.
Жалпы қазақтың төл мерекесі Наурыз қызықты әрі көңілді қайталанбастай болып өтті. Бүгінгі біздің мерекемізде ән мен күймен қатар ганчарлы өнер, тігін өнер, қол өнерлері өз көрмелерін ұйымдастыруда. Бүгінгі біздің мерекемізге жиналған қауым ән шырқап, би билеп, керемет көңіл көтеріп жатыр. Ал ендігі мерекеміз спорттық ойындармен жалғасуда. Біздің мектепте ұлыстың ұлы күнін тойлап жатыр. Саған мереке ұнады ма? Әрине ұнады. Қазір ғана концерттен шығып, енді мінекей спорттық ойындарға қарап жатырмыз. Қызық, кім бірінші орын, кім екінші орын алады екен? Ал сенің ойыңша осы Наурыз несімен ерекше? Осы жылы концерт, хор, сонымен қоса қара жорға билеген тұлғалар және қатысқан оқушылар өте көп болды. Бұл күшті бір Наурыз атмосферасын әкелді. Сол себепті маған осы Наурыз өте қатты ұнады. Жүр спорт ойындарын тамашалайық. Кімнің бірінші орын алғанын анықтайық. Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіз. Бүгінгі көп ойындардың ішінде міне 9 құмалақты да көріп отырмыз. Қазіргі уақытта кім жеңіп жатыр? Мен. Ал сендер қалай ойлайсыңдар, бүгінгі Наурыз осы несімен ерекшеленеді? Бүгін өте қызықты болды. Яғни біз спорттық біріншіден, яғни қазақтың дәстүрлі тағамдарын жедік. Сонымен қатар концерт көрдік. Қазіргі таңда спорттық ойындарды ойнап жатырмыз. Кәдімгі бұрынғы Наурыздың көңіл күйін сезініп жатырмыз. Сендерге көп рахмет. Әне-міне дегенше бір күнде өте шықты. Бірақ бұл Наурыздың біздің мектепте бір-ақ рет тойланатыны қандай өкінішті. Келесі Наурызға дейін қуанышпен, осындай сәтпен жүздескенше.